Гүлнар осында тұра ма? Кешкі уақытта есік қағылғанда Гүлнар немересіне шай құйып отырған. Есікті ашқанда жүрегі тоқтап қала жаздады. Босағада тұрған адамды ол бірден таныды. Арман. 30 жыл бұрын өзін 2 баламен тастап кеткен күйеуі. Гүлнардың қолы дірілдеп кетті, бірақ ол үнсіз қалды. Арман қатты қартайыпты, шашы аппақ, көзі мұңға толы. Кешір, сені іздеп келдім, деді баяу. Сол сәтте Гүлнардың көз алдына бүкіл өмірі келді. Жастық шағы, көз жасы, жалғыз өткен түндер, 2 баласын құшақтап жылаған күндері. 30 жыл бұрын Арман басқа елге еріп Алматыға кетіп қалған еді. Сол кеткеннен хабарсыз кеткен. Ал енді арада 30 жыл өткенде қайта босағасында тіреді. Гүлнар есікті толық ашпады, тек Арманға үнсіз қарап тұрды. Бір кезде дәл осы адам үшін жанын беруге дайын еді. Оның жолын күтіп түн ұйқысын бөлетін. Ал қазір алдында бөтен адам тұрғандай сезілді. «Не үшін келдің?» деді ақырын. Арман төмен қарады. «Сені көру үшін». Бұл сөз Гүлнардың жүрегін ауыртты. Өйткені дәл осы сөзді ол 30 жыл бұрын естуді армандаған еді. «Кеш қалдың, Арман», деді сабырмен. Үй ішінен немересінің күлкісі естілді. Арман басын көтеріп, «Балалар қалай?» деп сұрады. Гүлнар ащы жымиып қойды. «Сен кеткенде олар әлі кішкентай еді». Арман үндемей қалды. Өйткені оның жоқ кезінде өткен бүкіл өмірді ешкім қайтара алмайтын еді. Сол түні Гүлнар ұйықтай алмады. Терезенің алдында үнсіз отырып өткен өмірін ойлады. Арман кеткен күн әлі есінде. Ол кезде Гүлнар 29 жаста еді. Қостанай облысындағы шағын ауылда тұратын. Арман бір күні «Мен қалаға жұмысқа барамын» деген. Басында хат жазып тұрған. Кейін сиреді. Сосын бір күні мүлде жоғалып кеткен. Кейін ауыл адамдары оның басқа әйелмен тұрып жатқанын айтып келді. Гүлнар сол күні өмірі тоқтап қалғандай сезінген. Бірақ 2 баласы үшін өмір сүруге мәжбүр болды. Күндіз дүкенде сатушы, кешке үйлерге барып еден жуатын. Түнде шашақ құлап түссе де балаларын құшақтап жылайтын. Сол күндердің бәрі енді қайта жүрегіне оралып жатқандай еді. Арман кеткеннен кейін Гүлнар өмірмен жалғыз күресті. Таңғы 5-те тұрып дүкенге баратын. Кешке басқа үйлерге барып тазалық жасайтын. Балалар ұйықтап жатқанда ғана тыныш отырып шай ішетін. Бір күні кішкентай қызы Жанар: «Анашым, әкем бізді сағынбай ма?» деп сұрады. Гүлнардың жүрегі шым ете қалды. Бірақ ол көз жасын көрсетпеді. «Әкең алыс жақта жүр, қызым», деді жай ғана. Сол түні Гүлнар жастығын құшақтап ұзақ жылады. Өйткені балалардың сұрағына жауап беру жалғыздықтың ең ауыр жері еді. Бірақ ертеңіне ол қайта күлімдеп жұмысқа кетті. Себебі балалары оның мұңымен емес, мейіріммен өсуі керек болатын. Ауыл адамдары да Гүлнарды аяйтын. Бірақ кейбіреулер сыртынан сөз айтатын. Күйеуін ұстай алмады. 2 баламен енді кім алады? Гүлнар мұндай сөздерді естіп жүрді. Басында қатты жылайтын. Кейін үнсіз үйреніп кетті. Бір күні көршісі Күләш апа: «Қызым, сен сынба. Балаларын сенің тірегің болады», деді. Осы сөз Гүлнардың жүрегінде сақталып қалды. Сол күннен бастап ол өзін аяуды тоқтатты. Балалары үшін мықты болуға шешім қабылдады. Кейде түнде қатты шаршап кетсе де ішінен «бәрі өтеді» деп қайталайтын. Бірақ жүрегінің терең жерінде Арманға деген өкініш әлі де тірі еді. Жылдар өте, балалар өсе бастады. Ұлы Нұрдәулет сабақта жақсы оқыды. Қызы Жанар сурет салғанды жақсы көретін. Гүлнар олардың әр жетістігіне қуанып жүрді. Өзіне жаңа киім алмаса да, балаларын жақсы киіндіруге тырысатын. Бір күні қыс қатты болып, үйдің көмірі таусылды. Гүлнар соңғы ақшасына азық алама, көмір алама деп ұзақ ойланды. Ақыры көмір алды. Өйткені балалары тоңбауы керек еді. Сол түні пештің жанында балаларын құшақтап отырып: «Мен сендерді ешкімге жылатпаймын», деді ішінен. Бірақ өзі үнсіз жылайтын. Бір күні пошташы хат әкелді. Конверттің сыртында Арманның аты жазылып тұр еді.
Гүлнардың қолы дірілдеп кетті. Жүрегі үміт пен қорқынышқа толды. Хатты ашқанда ішінде қысқа ғана сөздер бар екен. Кешір, мен қайтып келе алмаймын. Басқа ештеңе жоқ. Сол сәтте Гүлнардың ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол хатты үнсіз бүктеп қойды. Сол күннен кейін Арманнан мүлде хабар болмады. Гүлнар енді оны күтпеуге тырысты. Бірақ кей кештерде есіп жаққа қарап отыратын әдеті бәрібір қалды. Арада 10 жыл өтті. Нұрдәулет университетке түсті. Гүлнар қуаныштан жылап жіберді. Өйткені баласының жетістігі өзінің де жеңісі еді. Анашым, бәрі сіздің арқаңызда, деді ұлы. Гүлнар күлімдеп, мен тек анамын балам, деді. Бірақ ішінде қанша қиындық жатқанын ешкім білмейтін. Сол күні кешке жалғыз отырып, ескі суреттерді қарады. Арманмен түскен фотолар әлі сақтаулы еді. Бір кезде ол оларды лақтырып тастағысы келген, бірақ қолы бармаған. Өйткені сол суреттердің ішінде өзінің жастығы қалған еді. Жанар да бойжетіп қалды. Бір күні қызы, анашым, сіз неге қайта тұрмысқа шықпадыңыз, деп сұрады. Гүлнар үнсіз қалды. Сосын жай ғана, сендерді бөтен адамға тәуелді еткім келмеді, деді. Бірақ бұл толық шындық емес еді. Негізі, ол жүрегін қайта ешкімге аша алмаған болатын. Арман кеткеннен кейін сену қиын болып қалған еді. Жанар анасының қолын ұстап, сіз өте мықтысыз, деді. Гүлнар көз жасын әрең ұстап қалды. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу оның ішкі ауырлығын сезгендей болды. Гүлнар 40 жасқа келгенде өмірі тек жұмыс пен балалардың айналасында өтіп жатты. Таңертең дүкенге кетеді, кешке шаршап үйге келеді. Кейде тамақ ішпестен диванға отырып қалатын. Бірақ балаларының алдында әлсіз көрінбеуге тырысатын. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатқанда, автобус терезесінен өз бейнесін көрді. Бетіндегі әжімдерді, шаршаған көздерін байқап, жүрегі шым етті. Мен қашан осынша қартайып кеттім, деді ішінен. Бірақ дәл сол сәтте телефоны шырылдады. Ұлы Нұрдәулет хабарласып. Анашым, мен жұмысқа тұрдым, деді қуанып. Гүлнардың көзіне жас келді. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Оның жастығы бекер өтпеген екен. Бар қиындықтың артында балаларының болашағы тұрған еді. Сол күні үйге алғаш рет жеңіл жүрекпен қайтты. Нұрдәулет жақсы жұмысқа тұрған соң анасына көмектесе бастады. Үйдің ескі шатырын ауыстырды. Гүлнарға жаңа тоңастық шалып берді. Гүлнар бұған қатты қуанды, өйткені балалары оның еңбегін түсінген еді. Бір күні кешке бәрі дастархан басында отырғанда Жанар. Анашым, енді өзіңіз үшін өмір сүріңізші, деді. Гүлнар үнсіз қалды. Өйткені ол өмір бойы тек балаларым деп өмір сүріп келген болатын. Өзіне не керегін де ұмытып кеткен еді. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден сыртқа қарап отырып, жастық шағын есіне алды. Армандары, қуанышы, арманмен бірге жүрген күндері, бәрі алыста қалғанда еді. Бірақ жүрегінің бір бұрышында әлі де кішкентай жылу сақталып қалғанын сезді. Арман қайта келгеннен кейін Гүлнардың ішіндегі ескі жаралар ояна бастады. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай әлсіз емес еді. Бір күні Арман тағы келіп, сен туралы көп ойладым, деді. Гүлнар шай құйып отырып, ал біз сені күнде күттік, деді сабырмен. Бұл сөз Арманның жүрегіне ауыр тиді. Өйткені ол алғаш рет өзінің жоқтығы балаларына қанша ауыр тигенін сезді. Мен ақшымақ болдым, деді төмен қарап. Гүлнар үнсіз қалды. Ол кешірсе де, өткен өмір қайта келмейтінін жақсы білетін. Бірақ ішінде бір өкініш бәрібір бар еді. Егер Арман кезінде кетпегенде, өмірлері қандай болар еді деп кейде ойлайтын. Арман ауылда жиі көріне бастады. Кейде немерелеріне тәтті әкеледі. Кейде Нұрдәулетпен сөйлесуге тырысады. Бірақ ұлының жүрегіндегі реніш әлі тарқамаған еді. Бір күні Нұрдәулет әкесіне, анам қанша түн жылап шыққанын білесіз бе, деді. Арман үндемей қалды. Өйткені оның бұл сұраққа жауабы жоқ еді. Сол сәтте Гүлнар ұлына қарап тұрды. Ішінде ауыр сезім оянды.
Ол балаларын әкесіне қарсы өсірмеген еді, бірақ олардың жүрегіндегі бос орынды да толтыра алмаған болатын. Кешке Арман кетіп бара жатқанда: «Сен өте мықты әйел болыпсың», деді. Гүлнар тек басын изеді, өйткені өмір оны мықты болуға мәжбүр еткен еді. Сол түні Гүлнар ескі сандықты ашты. Ішінде сарғайған хаттар, ескі суретте жатыр екен. Арманмен түскен суретті қолына алып ұзақ қарады. Суреттегі Гүлнар жас, бақытты көрінеді. Көзінде үміт бар. «Мен ол қызы жоғалтып алдым ба екен?» деді сыбырлап. Көзінен жас ағып кетті. Бірақ бұл жолы ол қайғыдан емес, өткен өмірге деген сағыныштан жылап отыр еді. Өмірдің қалай тез өткенін енді ғана сезгендей болды. Бір кезде өзін тек әйел ретінде емес, арманшыл адам ретінде де жоғалтып алғанын түсінді. Келесі күні Жанар анасын қалаға бірге баруға шақырды. «Анашым, өзіңізге жаңа көйлек алайық», деді. Гүлнар күліп: «Осы жасында ма? Сіздің де әдемі болуға құқығыңыз бар». Бұл сөз Гүлнардың жүрегіне жылы тиді. Қалада жүріп, ол айна алдында ұзақ тұрды. Жаңа көйлек киіп көрді. Өзін танымай қалғандай болды. Өйткені көп жылдан кейін алғаш рет өзін әйел ретінде сезінген еді. Жанар анасына қарап: «Сіз әлі де өте әдемісіз», деді. Гүлнардың көзіне жас келді. Өйткені өмір бойы естімеген жылы сөзді енді қызынан естіп тұрған еді. Арман бір күні Гүлнардан: «Маған тағы бір мүмкіндік бере аласың ба?» деп сұрады. Гүлнар ұзақ үнсіз қалды. Сосын баяу ғана: «Кейбір жара кеш жазылады, Арман», деді. Арман оның жүзіне қарады. «Мен сені шынымен бағаламадым». Бұл сөз Гүлнардың жүрегін ауыртты. Өйткені дәл осыны ол 30 жыл бұрын естуді армандаған еді. Бірақ енді бәрі кеш болатын. Ол арманды кешіргенімен баяғы сенім қайтып келмейтінін жақсы түсінді. Қыс түскенде Арман қатты ауырып қалды. Оны аудандық ауруханаға жатқызды. Гүлнар алғашында барғысы келмеді, бірақ жүрегі жібермеді. Палатаға кіргенде Арман қатты әлсіреп кетіпті. «Сен бәрібір келдің», деді күлімсіреп. Гүлнар үнсіз орындыққа отырды. Ішінде ашу жоқ еді, тек шаршаған мейірім қалғандай болатын. Арман оның қолын ұстап: «Сен менің өмірімдегі ең жақсы адам болдың», деді. Гүлнар көз жасын тыя алмады. Өйткені бұл сөздер 30 жыл кеш айтылып тұрған еді. Арман ауруханадан шыққаннан кейін бұрынғыдай емес, тынышталып қалды. Кейде Гүлнардың үйіне келіп, немерелермен отыратын. Бір күні кішкентай немересі: «Ата, сіз неге бізбен бұрын тұрмадыңыз?» деп сұрады. Арман жауап бере алмай қалды. Гүлнар оның жүзіне қарады. Сол сәтте алғаш рет оны аяп кеткендей болды. Өйткені адам кейде өз қателігінің жазасын өмірінің соңында тартады екен. Көктемде Гүлнар аулаға гүл еге бастады. Жанар: «Анашым, сіз өзгеріп кетіпсіз», деді. Гүлнар күлімсіреп: «Ішім жеңілдеп қалған сияқты», деді. Шынымен де, ол өткен өмірдің ауырлығын ақырындап жіберіп келе жатқан еді. Кешкісін аулада шай ішіп отырып, ұзақ уақыттан кейін жүрегінде тыныштық сезінді. Арман бір күні: «Егер бәрім қайта бастауға мүмкіндік болса, мен ешқашан кетпес едім», деді. Гүлнар аспанға қарап біраз отырды. Сосын жай ғана: «Өмірде бәрі уақытында бағалануы керек екен», деді. Арман үнсіз басын изеді. Өйткені бұл сөз оның бүкіл өміріне берілген үкім сияқты естілді. Жылдар бойы Гүлнар өзін әлсізбін деп ойлайтын. Бірақ бір күні Нұрдәулет анасына: «Біз сіздей мықты адам көрмедік», деді. Гүлнар көзіне жас алып күлімсіреді. Өйткені ол өмір бойы жай ғана ана болуға тырысқан еді. Бір күні Арман ауылдан кететінін айтты. «Балаларыммен жақындасқаныма да шүкір», деді. Гүлнар үнсіз тыңдап отырды. Ішінде өкініш те, тыныштық та бар еді. Кетерінде Арман: «Мені кешіргенім үшін рахмет», деді. Гүлнар тек басын изеді. Арман кеткеннен кейін Гүлнар ауылда жалғыз отырды. Күн баяу батып бара жатқан. Ол өткен өмірін ойлады. Қанша көз жасы, қанша жалғыздық.
бірақ бәріне қарамастан ол сынбаған еді. Сол үшін іштей өзімен мақтанғандай болды. Жанар анасының иығына басын қойып: «Анашым, сіз бақыттысыз ба?» деп сұрады. Гүлнар біраз ойланып қалды, сосын күлімдеп: «Иә, өйткені мен сендерді өсірдім» деді. Бұл сөздің ішінде бүкіл өмірінің мәні жатқан еді. Күйеуі тастап кеткен күні Гүлнар өмірі аяқталды деп ойлаған. Бірақ уақыт өте, ол бір шындықты түсінді. Әйелдің күші оның жүрегінде екен. Ол жалғыз қалса да балаларын өсірді. Көз жасын ешкімге көрсетпеді. Ал 30 жылдан кейін Арман оны іздеп келгенде, алдында баяғы әлсіз әйел емес, өмірден сынбаған мықты ана тұрған еді. Және Арман ең үлкен қателігін тым кеш түсінді. Әңгіме ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Осындай өмірден алынған әсерлі оқиғаларды жіберіп алмау үшін қоңырау белгішесін қосып қойыңыздар. Пікірге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.